өзінің әйелін қанағат тұтпайды, адал әйелін. Одан кейін шариғатты өзіне бетперде етіп шахуатын қандырғысы келеді. Өзінің шамасы жоқ үйленуге, екіншісін алуға. Алған күнде де олардың арасында әділдік жасай алмайды. Алмақшы болса барып әйеліне соны нақты айтып, сол мәселені әшкере түрде істей алмайды. Сөйтіп барып сөйлеседі. Аптасына бір рет кеп тұрам, аптасына 2 рет кеп тұрам. Некемізді бірінші әйелім білмей қойсын, басқа. Алла субхана ва тағала айтады: «Iyyakunu walista'fifi alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlihi». Некелесе алмайтындар, некелесуге шамасы келмейтіндер, Алла тағала оларды байытқанша өздерін сақтасын деді. Бұл бірінші әйел алуда да, екінші әйел алуда да, үшінші әйел алуда да, төртінші әйел алуда да. Шамаң жетпейді ма, онда іздеме. Өзінің квартирасы бар, мен тек қана барып тұратын, бағанағы тек қана шахуатыңды қандыратын, сол аптасына 1-2 рет баруға келісетін, өзің шахуатыңды қандыру үшін ондай вариант іздеме. Себебі әйел, Алла субхана ва тағала айтқандай: «Нисаукум харфун лакум», егін егетін жерің. Біріншіден, оның тәрбиесі үшін Алланың алдында жауап бересің. Екіншіден, ертең балаларың дүниеге келіп жатса. Екінші әйеліңнің, үшінші әйелінің балаларының тәрбиесі де сенің мойныңда. Аптасына 1 рет барсаң, 2 аптада 1 рет барсаң, ол балаларың сен аптасына 1 рет, 2 рет көрсе, олардың тәрбиесіне қалай жауап бересің? Қалай тәрбиесіне жауап бересің? Ол әйел жарайды, басында келісті, бірақ ертең маған ақымды толық бер деп жатса, толық беруге шамаң жетеді ме? Біз келіскен едік қой, мынандай еді ғой, мен үйт тұра алмаймын, мен бала шағам бар, әйелім бар, ол түсінбейді. Не істейміз онда? Онда талақ. Осылайша біздің мұсылмандар қазіргі кезде сол нәпсісін қандыру үшін Алла субхана ва тағала сондай ардақты еткен некені осылайша ойыншық қылып жатыр. Қазір біз мұсылмандар осы некені ойыншық қылып адамдарға, мұсылмандар анандай, олар әйел үйленеді, талақ бере салады, басқа деген секілді. Қанша өкінішке орай бізге мұсылман қарындастарымыз келіп шағымданады. Бүкіл уәдені үйіп төгіп екіншісін алады, оны апарып кейбіреулері біріншісімен бір үйге тығып қояды, пәтерге.